Сәлем достар, Мис Ахниеттің каналына қош келдіңіздер. Достар, бүгін Ахниет больницадан шықты. Одан кейін екінші жаңалық Астанадағы біздің ютубтағы достарымыз Ая істеп келді. Қонақта бүгін Ая істеп. Сәлем. Алматыға қош келдіңдер. Ая істеп Аяру, мамасы Айша далада ойнап жүр Ахниетпен. Қош келдік. Осылай аяға істегенде енді бізде былай дайындалған жоқпыз, оларда келеміз деп айтып жүрді, бірақтан бүгін келетінін білмедік. Осылай кеш болған кезде күшті әңгімелесіп отырмыз. Мына жақта Инагизет отыр, мына жақта Дәулет. Ал Алматыға қош келдіңдер. Ұнап жатыр ма Аяру Алматы? Иә. Күшті. Құдай қаласа біз де сендердің ауылдарыңа барып қаламыз. Астанаға. Ал Ая істеп каналына тіркеліп кетіңіздер. Біздің енді барлық нелерімізді осылар түсіреді. Біздің рум-тур жасайды біздің үйге, блог түсіреді. Сол үшін Ая істеп деген каналға тіркеліп, бізді сонда көрсеңіздер болады. Ал достар, біз Насихат пен Рахманды алуға бара жатырмыз. Айша, мен, Аяру, Ахниет, Үңкәр, сосын алды Дәулет. Сосын қайтарда аласың. Правда ли дейсің, не болды? Барғанша правда ли дейсің, ойын дегеніміз ғой. Онда біз кете береміз. Қалай өріндесіңдер? Қадыры даян күтпесін. Қанал. Ана жақта. На скамейку сели. Отзывай их. Достар, біз паркке келдік. Инагизет бар. Мына жақта Ая істеп бар. Қайда етті қыздар? Қоян көріп тұр. Мына жақта Мис Ахниет бар. Ахниет бізден бірінші келіп алды. Өйткені әкесі екеуі врачқа кеткен. Қолын көрсетуге, қолын көрсетіп келді. Бізді күтіп отырды. Ал біз қазір Гүлдана деген ханымды күтіп тұрмыз. Гүлдана деген ханым бізбен кездесуге келатыр. Тоже блогер. Парктегі көрініс осында. Гүлдана ханым да келдім дейді, күтіп тұрмыз. Қай жақтан шығып қала деген деп күтіп тұрмыз. Бірінші рет көрейін деп тұрмыз. Не болды? Асқырғын қайда? Аяру? Бана асқырғын қайда? Асқырып қоймай атқан еді о. Біздің районды шулатып, кешке шықсаңдар ысқырықтарыңды алып. Біздің көшеге. Әне. Шетелдіктер жүр. Біздің нені? Шетелдіктер өздіктер. Қызықта осылай түсіріп, біз сияқты. Жалғыз біз емес блогер. Мына жақта да блогерлер бар. Осылай түсіріп жүрген. Қай тілде сөйлеп атқанын түсінбедім, ағылшын ба или басқа тілде сөйлесіп жатыр. Сосын қытайларда жүр біздерде. Деп қорқып кетеді. Біз шетелдіктер таң алып келіп, мына красавицалар. Міне Тин каналының қыздары. Смет Ақкербез. Екі қыздың атын ұмытып қалдым. Кел амандасайық. Қыздар тикток түсіріп жатыр мына жақта. Бір тикток түсіріп жатыр. Біз ана вечный огонь дегенге келе жатырмыз. Сендер каналдарың аты қандай болып өзгеріп еді? Ұмытып қалдым ғой. Міне Тинтиннің красавицалары.
кім еді? Каналдарын қалай өзгеріп еді? Біздікі ма? Мен өзім атымды қойдым ғой, Гүлдана, жай Гүлдана ма? Гүлдана Рысбекқызы деп қойдым. Гүлданар Рысбекқызы, иә? Қазір Тинтімнің несі ауысып кетті. Каналдың аты Гүлданар Рысбекқызы. Біз енді неде танысқанбыз? Супер ютуберде танысқанбыз. Бері жүр, ойбай, нені көріп отыр екен? Тиінді. Тиінді көріп екен бұл. Біз әжептер блогеріміз деп мына жерге түсейін деп тұрсақ, мына жақта бізден өткен блогерлер бар екен. Жаңағы конференция ма бірдеңе, бір жиыннан шығып жатыр ғой, енді шетелдіктер, солар видео түсіріп жатыр мына жерге, суретке түсіріп жатыр. Біз қыздар таппай қалдық. Суретке түссек қыздар таппай қалдық. Адас кетті ма деп ойласам, олар артта қалып қойған екен ғой, тикток түсіріп жүр. Қазір мына жерге естелікке суретке түсіп аламыз. Біз бағана кипсиға кірсек, очередь көп. Оның үстінен ол жерде кипси болмады. Содан кейін біз балалар жейтін нәрсе болмады. Сосын біз қағанатқа келдік. Шулап қағанатқа келдік. Қағанаттың іші осындай, мына бір жер күшті осы гүлдері. Барып отыра беріңдер. Қазір барып өзі орындарыңа барып отыра беріңдер бар. Ал достар, бүгін біздің блогымыздың екінші күні. Аяйстептер үйлеріне қайтып кетті. Біз түнде 12-де ма келдік. Ахниет бізден бірінші кетіп қалды, 9-да, иә? Өйткені врачқа қолын көрсетуге әкесі алып кетті. Өйткені мына жерлері что-то не то болып тұр деп, сол МРТ-ға түсіру үшін алып кетті. Врачқа көрсету үшін хирургқа, өзіміздің таныс хирургқа апарып көрсетуге. Мықты хирург бар, соған көрсетуге алып кетті. Сөйтіп көрсетіп алып келді. Енді бәрі сүйектері жақсы біткен деді. Бірақ осылай тұрады қатып. Ол үшін жаңа растяжка жасау керек, қолын созу керек. Күнде разминка жасау керек. Одан кейін біз понедельниктен бастап неге барамыз? Массажға барамыз. Сосын неге барамыз? Қолын қыздыруға барамыз. Сол енді қазір қолы осылай тұр, түспейді осылай. Осылай тұрады. Бұдан былай түспейді төмен. Тура осылай тұр. Гипсте қалай тұр, солай тұр. Ол үшін көп емкі қажет, растяжка керек, көбінде созу керек. Мынауың бәрі енді гипста тұрған екен, 4 бұрышты болып қалған ғой қолдары. Созылып кеткен сияқты. Бұрынғы өзінің қолында емес, қанша дегенмен. Үлкен сәлестер көп. Сосын біреу қызыл, біреу ақ, иә? Қанын үйіп қалған ғой. Осылай. Мына темір алған орны осындай болып тұр. Енді бұл ничего, жарылып кетті ғой. Жарылып кетті ма почти? Енді бірақ енді қол түспей тұр ғой. Қол тек қана осылай тұрып жиналып. Сонда көп растяжка жасау керек, созу керек қолдарын. Сол достар, аяйстептер таңғы 5-те, самолеттары таңғы 5-те екен. Түнгі таңғы 4-те тұрып, таксимен кетті, шығарып салды. Олар уже Қарағандыға, арғай Теміртауға барамыз деген, содан кейін Астанаға барамыз деген үйлеріне. Біз көп видео түсіріп үлгере алмадық, өйткені түнде келдік. Уақыт болмады түсіруге. Осы блогты ғана түсіріп үлгердік. Ал достар, барлықтарыңызға рахмет. Ахниеттің қолын жазылып кетсін деп жазып жатқандарыңызға, тілеулес болып жатқандарыңызға барлықтарыңызға рахмет. Ал келесі видеода кездескенше сау болыңыздар. Сау болыңыздар.